Бәріңізге сәлем. Сіздермен қазір интрадей алтын. Алтын бүгін бір күндік таймфреймнен қарайтын болсаңыздар, контекст толығыменен шортовый. Яғни бір күндік таймфреймде мына жерде бізде нарратив шорт басталған осы жақтан. Одан кейін қарайтын болсаңыздар, мына жерде бізде бір күндік имбалансты заполнять еткен, и сөйтіп толығымен откат берген. Одан кейін бүгінгі күнді қарайтын болсаңыздар, мына жақта бізде как потенциальный целлер ретінде ликвидность тұр, equal low, яғни равное минимумы тұр. Бірдей минимумдар тұр. Изначально нарратив басталған кезде, қараңыздар, дневной таймфреймнен нарративтің басталған целі ол мынаған жеткізу болған. Яғни осыған дейін качественно жеткізіп беру қажет. Яғни ликвидностьтан имбаланс толтырды, имбаланстан дальше мына ликвидностьқа бару қажет. Енді 4 сағаттық таймфреймге қарайтын болсаңыздар, мына жерде потенциальный зона шорт ретінде 4 сағаттық имбаланс алуға болады. 4 сағаттық имбаланс бізде осы зонаға келген кезде кіші таймфреймдерде слом берген жағдайда шортқа қарастыруға болады осы жерден. Немесе осы 4 сағаттық имбаланста, немесе ордер блоктан қарастыруға болады. Енді 1 сағаттық таймфреймнен бізде қазір бара жатыр, ол мына имбаланстарға және дағы фрактальный ликвидностьтарға бара жатыр. 15 минуттық таймфреймнен қарайтын болсаңыздар, бізде 3307 менен 3310-ның арасы кластерный зона болып саналады. Яғни, мынау 3307 менен 3311-ның арасы кластерный зона. Егер дағы осы 3307 менен 11-ның арасына свеча 15 минутта тела менен кіретін болса, ол дальше мына жаққа дейін лонгқа кететіндігін көрсетеді. Енді одан кейін барып, уже 4 сағаттық имбаланстан кіші таймфреймдерде слом қарастырып, шортқа қарауға болады. Но пока что локально мына жаққа дейін коррекционный движение жүру қажет. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын.